Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаласы Медеудада номер 53 мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы. Мектеп белсендісі Әсемжанова Аружан. Бағытым Қазақстанның 100 жаңа есімі болғандықтан, ғылымға құштар жас ғалым тақырыбы аясында өз жобамды қорғайтын боламын. Бүгінгі таңда елімізде әр қоғам саласында белгілі бір жетістікке жеткен, өзіндік идеясы бар тың жобалардың жеңімпаздарын насихаттау, кеңінен қолдау табуда. Осыған орай мен де 100 жаңа есім атағына лайықты, жаста болса ғылым саласында өзіндік бір үлесі бар, бірнеше мемлекеттік гранттардың иегері, оқытушы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы және PhD доктор Асымова Дария Болат жайлы айтқым келеді. Жобамның басты мақсаты Дария Болатқызының еңбек жолы негізінде жасөспірімдерді ғылыми және зерттеу жұмыстарына қызығушылығын арттыру және де көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу. Жобамның міндеті жас ғалымның еңбек жолы, өмірлік ұстанымымен танысу және де ғылыми еңбектерін жастарға таныстыру, сонымен қатар тарих ғылымын тереңдете зерттеуге баулу. Жас ғалымның өмірбаянына қысқаша тоқтала кететін болсақ, 1984 жылы 20 қарашада Талдықорған қаласында қарапайым отбасында дүниеге келген, сонымен қатар номері 5 Ломоносов атындағы мектеп-лицейін ерекше аттестатпен аяқтаған. Мектеп кезінен тарих пәніне қызығып, ғылыми жобалар мен олимпиадаларға көп қатысқан, соның бірі 1998 жылы болған қазіргі Жетісу облыстық олимпиадасының 3-ші орын иеленеді. Ал 1999 жылы республикалық білім байқауынан Мұстафа Шоқайдың ұлттық идеяны қалыптастырудағы қызметі тақырыбында жоба әзірлеп, 1-ші орын иегері атанады. Жоғарғы оқу орнына көшетін болсақ, бакалавриат, яғни 2003 жылы Абай атындағы университетке халықаралық қатынастар факультетіне оқуға түседі. Ары қарай 3-ші курсқа барғанда тарих мамандығына ауысады. Және де дипломдық жұмысын 1920-1940 жылдардағы Қазақстандағы тарих пәнін оқытудың тарихы тақырыбында қорғайды. Ары қарай магистратура, яғни 2007 жылы Абай университетінің магистратурасына оқуға қабылданады. Оқу барысында 15 түрлі мақала жариялайды. Мақалалары 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы тарихи үдерістерді зерттеуге бағытталады. 2009 жылы Астана қаласында номер 35 мектеп-лицейіне тарих пәніне мұғалімі болып жұмысқа орналасады. Және де оқуын осымен шектемей, араға 1 жыл салып докторантураны оқиды, яғни Астана қаласындағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің тарих мамандығына оқуға түседі. Скопус Томсон Реутерс базаларында, ол кісінің отандық ғылыми конференцияларында мақалалары жарыққа шығады. Және де докторлық жұмысының тақырыбы 20 ғасырдағы, 20-30 жылдардағы Алматы қаласының күнделікті өмірдің кинофотофоны құжаттарының көрінісі. Өзінің еңбек жолын 2013 жылы Гумилев атындағы университетте Қазақстан тарих кафедрасында аға оқытушысы болып бастайды. 2015 жылы Абай атындағы университетте тарихты оқыту әдістемесі кафедрасына ауысады. Ал 2017-2022 жылдар аралығында тарих және құқық институты директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары атанады. Ал 2023 жылдан бастап, яғни қазіргі таңда әлем тарихы кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарады. Және де сонымен қатар Түркия, Литва, Ресей, Малайзия және Германияның белді университеттерінде тағылымдамадан өтіп, өзінің біліктілігін арттырады. Осы 100 жаңа есімге ұсынып отырғанның бірден-бір себебі Асымова Дария Болатқызы 2022-2024 жылдар аралығында жас ғалымдарға арналған грант иегері атанады. Және де осы қоғамдағы ең өзекті тақырыптардың бірі 20-21 ғасырдың отбасы тарихының ретроспективасы, Қазақстандағы дәстүрлер мен модернизмнің визуалды болмысы тақырыбын қозғайды. Және де жобаның басты мақсаты ол 20-21 ғасырдағы дереккөздерге сүйене отырып, қазіргі отбасының салтын және дәстүрлерін сипаттау. Ал бұл жерден біз Қазақ газетіне жарияланған Дария Болатовна жайлы мақаланы көре аламыз. Ол мақаланы толығырақ көру үшін осы сілтемеге өтсеңіздер болады. Және де Абай университетінің 95 жылдығына орай дөңгелек үстел бағдарламасы өткен болатын. Соған орай Дария Асымованың әзірлеп жатқан жобасының барлық жоспары талқыланады. Ол кісі өзінің білімінің студенттер мен оқушыларға да, яғни жастарға деген пайдасы тисін деген ниетпен Визуальная антропология Қазақстана атты YouTube каналын ашады. Жоба аясында бұл YouTube каналынан біз конференциялар, лекциялар және де видео сабақтар көре аламыз. Соның бірі Асымова Дария Болатқызының 20 ғасырдағы отбасы тарихы визуалды деректердегі көрінісі атты тақырыптағы лекциясын ұсынғанын көреміз. Ол кісі университеттермен ғана шектелмей, мектеп оқушыларына да арнап менің отбасым, менің отаным атты Алматы қаласындағы мектеп оқушыларына
арналған байқау ұйымдастырады. Бұл шараға мен де қатыстым. Оқушылар бұл шарада өзінің жеке мұрағаттағы фотосуреттерімен бөлісті, және де өзінің отбасының тарихын, дәстүрін, әдет-ғұрыптарымен, ұстанымдарымен таныстырды. Бұл шара өте қызықты өтті, және де барлық қатысушыларға әсерлі болды. Және де осындай байқау ұйымдастырған үшін Асымова Дария Болатқызына алғысымыз шексіз. Ары қарай осы тынымсыз еңбектің арқасында Дария Болатқызы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің үздік оқытушысы 2023 атағын иеленеді. Бұл жерде қарап тұрғандарыңыздай ол кісінің дипломы үздік оқытушылардың жарияланған сайт. Және де Дария Болатқызының ғылыми кеңесшілігімен 1930 жылы Алматы қаласы жұмысшыларының күнделікті өмірі тақырыбында Дарын 2023 ғылыми жобасын әзірлеп жатырмын. Және де осы жобаны әзірлеу барысында арнайы Дария Болатқызымен кездесуді жөн көрдім. Және де Абай атындағы университетке барып, сол кісінің кеңесін алып қайттым. Бүгінгі таңда Дария Болатқызы 30 мақаланың авторы, және де жетекшілігінде 15 магистрант, бір докторант диссертациясын қорғаған. Ол ғылыми жұмысымен қатар аяулы жар, ардақты келін және 4 баланың анасы. Қорытындылай келе, Қазақстанның 100 жаңа есімі бұл бүгінде өз идеясы мен жетістігімен белгілі бір салада танылған тұлғалар, және де олар өздерінің жан қалауын жасай отырып үлкен белесті бағындырғандар. Ел тәуелсіздігімен игі жасасып, білімді жас ұрпақ тәрбиелеуде үлес қосқан, ғылым жолында өзінің дара бағыты бар, тарих ғылымын жаңа көзқараспен дамытуға күш салған Дария Болатқызы жаста болса 100 жаңа есім атағына бірден бір лайық тұлға деп санаймын.